Орал қаласында жылдағы дәстүр бойынша көгалдандыру жұмыстары басталды. Қала келбетіне көрік беретін гүлзарлар мен жасыл желектер отырғызу жұмыстары қазір 44 жерде жүріп жатыр. Қаланы көгалдандыру жұмыстарына деп 1,5 миллиард ақша бөлінген. Бұл қаржы 3 жылға есептелген. Көгалдандыру бізде 2022 жылдан 2023-2024-ға 3 жылдық келісім шарт бар. Мердігер Шымкент жасыл қала жауапкершілігі серіктестігі, яғни Шымкент қаласынан жаңа сәуір айының ортасы мен осы мамыр айының басы ғой. Мункюлтың бағында көп жылдық гүлдер егіліп жатыр. Салтанат сарайының алдында, Жайық самалында, Стеллада көп жылдық гүлдер егіліп тұр. Соңғы 2 жылда қаланы көгалдандырумен шымкенттік компания айналысып жатыр. Тендерді Шымкент жасыл қала ұтып алған. Компания осымен 2-ші жыл қатарынан Оралда жұмыс істеуде. Мердігер мекеме жұмыс күшін Шымкенттен әкелген. Қазір 50 шақты адам жұмыс істеп жатыр, деді компанияның агрономы. Сейчас проводим демонтаж. Қазір бұрын егілген гүлдерді қайта отырғызып жатырмыз. Гүлдер қалай болса солай егілген. Біз 12 түрлі гүл егетін боламыз. Гүл көшеттерін Жамбыл, Шымкенттен алдырамыз. Біз нарықта 15 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Бұған дейін Шымкент, Түркістан қалаларында көгалдандырумен айналыстық. Орал қаласында шырайгүл, барқшөп, раушан гүлін, қазтамақ гүлдерін егіп жатырмыз. Мердігер компания жаз бойына гүлзарлар мен көгалдардың күтіміне жауапты. Жанат Көшкінбай, Эльвира Мендігали, Жайық пресс ақпарат агенттігі.